Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағынан шығатын, жасалуына 5-ақ минут уақыт кететін, ешқандай пісіруді қажет етпейтін, оңай әрі дәмді жұмсақ торт әзірлейтін боламыз. Видеоның соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар және тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді кремімізді дайындаймыз. Креміміз де өте оңай дайындалады. Вареная сгущенка, менде сұйық түрі болды, қою түрін алсаңыздар болады. Вареная сгущенкамыздың үстіне 20%-дан жоғары кез келген қаймақ түрін салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің креміміз дайын. Әзірге кремімізді шетке алып қоямыз. Тортымызға осындай 2 банан қосатын боламыз. Менде 2 үлкен банан, қалауыңызша кішірек 3 банан қоссаңыз болады. Егерде бананның дәмі ұнамайтын болса, онда қоспасаңыздар да болады. Орнына сәл көбірек печеньені қосып жіберсеңіздер болады. Енді алдын ала дайындап қойған креміміздің үстіне осындай балық печеньеларымызды тастаймыз. Одан кейін үстінен бананымызды тастап, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді барлығын бір ыдысымызға салып, бетін тегістеп, шамамен 1 сағатқа мен тоңазытқышқа қойып алдым. Тоңазытқышқа қою міндетті емес. Бірден осылай шоколадпен посыпка жасай берсеңіздер де болады. Менде вареная сгущенка тым сұйық болғаннан кейін крем қатты сұйық болды. Сол себепті 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып, кейіннен барып қана посыпка жасадым. Осылай шоколадты үккіштен өткізіп, үстіне сеуіп, қайтадан тоңазытқышқа салып алдым. Мен шамамен 2-3 сағаттан кейін ашып көрдім. Менде кремім шамалы ағыңқырап тұрды, сол себепті түнге қалдырдым. Бір түннен кейін келесі күні таңда жеуге ұсындық, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдағы уақытта шығатын жаңа әрі қызықты рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.